Бәрекелді достар, біздің подкастқа Бақыт Лайф арнасына қосылғандарыңызға қуаныштымыз. Алдыңғы басымдарда біз сезімталдық, адалдық, кешірім, кішіпейілділік, төзімділік, ризашылық, соның ішінде жауапкершілік және жанашырлық сияқты маңызды тақырыптарды талқыладық. Бұның бәрі бізде адамгершілік тақырыбына жатады. Бүгін біз әділеттілік туралы сөйлесетін боламыз. Әділеттілік дегеніміз не және ол неге үйлесімді қоғамның негізі болып табылады? Мұны сізбен бірге анықтап көрейік. Әділдік бұл әр адамға лайықты қарым-қатынас жасау құқығын және өзінің әлеуетін жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін теңдік пен адалдыққа негізделген қағида. Әділеттілік бейбіт, қатар өмір сүруге, жағдай жасауға көмектеседі және қоғамдағы үйлесімділікке ықпал ету арқылы қақтығыстардың алдын алады. Біз сіздермен бірге достар, егер де біздің подкасттарды апта сайын тыңдаған болсаңыздар, әсіресе осы тақырыптарды адамгершілік арасында біз оқиғалар, мысалдар келтіреміз. Неліктен? Өйткені тақырыпты кішкене толығырақ түсіну үшін өзіміз соған кішкене бір берілетіндей қандай мысалдар ол өмір жағында осы тақырып мысалы бүгінгі әділеттілік ол жеке қатынастар жайында да. Бұл бірінші мысал. Жеке қарым-қатынаста әділеттілік құрмет пен сенімді сақтауды маңызды рөл атқарады. Бұл қақтығыстарды шешуге көмектеседі және тең құқықты қолдайды. Бұл сипаттама енді. Қазір енді тікелей оқиға. Ерлі зайыптыларды елестетіп көріңіз. Онда серіктестердің бірі екіншісіне қарағанда үнемі үй міндеттерін өз мойнына алады. Бұл әділетсіздік пен шиеленіс сезімін тудыруы мүмкін. Шешім адал әңгіме болуы мүмкін. Онда екі серіктес те өз үміттерін талқылайды және жауапкершілікті біркелкі бөлуге келіседі. Бұл қарым-қатынастағы тепе-теңдікті жақсартып қана қоймайды. Сонымен қатар әр серіктестің екіншісін бағалайтынын және құрметтейтінін көрсету арқылы оны нығайтады. Сізге ұнай ма бұл оқиға? Бұл мысал. Сіз өзіңіздің үйіңізде осындай мысалдар қалай? Әділеттілікті қолданасыз ба? Осындай жағдайларды. Кейбір отбасылар бір-бірінің енді әйелдің өзінің орны бар, ер адамның өзінің орны бар. Әйелге ұнаса да, ұнамаса да, ер адамға бұл ұнайды. Жиі біздің ортада олай кездеседі. Мен қазір әйел мен еркектің арасында жаңағы кімнің орны маңызды екенін көтергімге отқан жоқ. Әлеуметтік желісте көтеріліске ондай ешқандай ойым жоқ, достар. Жай ғана көзқарас дегенде әр адамның өзінің таңдауы бар. Сондықтан негізі әйел күйеуін түсініп, күйеуіне көмектесіп, күйеуі әйелін түсініп көмектессе, отбасыда мейірімділік, сүйіспеншілік, жалпы адамгершілік сана сезім енді әділеттілік болса, қарым-қатынас өздерінің алдында қарым-қатынастарына қарағанда ондан да жақсырақ болады. Мысалы, кішкентай бала дейік, ешқашан тәттіні жек көрмеген. Бірақ оның алдында жеген нәрсенің бәрі тәтті болып есептелетін. Бірақ күннің бірінде тәттіні жек көрген кезде оның көзқарасы өзгерді. Тәтті нәрсе бар екенін ол білді. Сол секілді, енді бұл мысал ретінде де келтіріп отырмын да, өйткені енді мен де түсініп отырмын, мен тәттіні көп жесе тіс ауырады деген енді. Мен ол жағынан сіздерге мысалды келтіріп отқан жоқпын. Жалпы көзқарасты да. Сондықтан отбасыда кейбір қарым-қатынастар бар, адамдар оны қолданбаған. Оны қолданса, жанұядағы қарым-қатынас одан да керемет, күшті, түсініспеншілік, түсінік көбірек болады. Және айналада адамдар, отбасыда балалар болса, оның бәрін байқай бастайды. Келесі екінші мысал бұл жұмыс және енді бизнес ортасына дейік. Жұмыста әділеттілік жағымды жұмыс ортасын құру және қызметкерлерді ынталандыру үшін маңызды. Неліктен? Ол барлығына тең мүмкіндіктермен жұмыс үшін әділ сыйақы береді. Енді мысал, бір компанияда қызметкерлер алға жылжумен жалақыны өсу әділетсіз болып жатқанын байқады. Басшылық енді құпия түрде сауалнама жүргізу және оның нәтижелері бойынша жұмысты бағалау мен жоғарылатудың ашық жүйесін әзірлеу туралы шешім қабылдады. Бұл әділетсіздікті жоюға, қызметкерлердің моральдық жағдайын жақсартуға және олардың өнімділігін арттыруға мүмкіндік берді. Бірақ бұндай жағдайлар жиі кездесе бермейді.
алдындағы жанұяда отбасыда қатынастағындай, бірақ жиі кездессе ғой. Келесі әлеуметтік және айналадағы қатынастар, достар. Қоғамда әділеттілік тәртіпті сақтауды және қақтығыстардың алдын алуды шешуші рөл атқарады. Ол әр адамның құқығын қорғауды қамтамасыз етеді және әлеуметтік тұрақтылыққа ықпал етеді. Мысалға келетін болсақ, бір қалада тұрғындар кейбір аудандар инфрақұрылыммен мемлекеттік қызметкерді қаржыландыруға қол жеткізе алмайтынын анықтады. Олар бірігіп ресурстарды әділ бөлуді талап етіп, жергілікті билікке жүгінді. Нәтижесінде теңсіздікті растайтын зерттеу жүргізіліп, қаржыландыру қайта қаралды. Бұл қаланың барлық аудандарындағы өмір сүру жағдайларын жақсарту және жергілікті билікке деген сенімді арттыруға көмектесті. Әділеттік сезімін қалай дамытуға болады, достар? Сізде ол бар деп үміттенемін. Егер жоқ болса, бірақ соған ниетіңіз бар болса, мүмкін енді кейбір адамдар әдейі емес, кейбір нәрсені білмегендіктен, түсінбегендіктен, оларға ешкім айтпағандықтан оны білмеуі мүмкін. Бағана бір махаббат жайлы бір анықтама кездесті да. Бірге ұйықтау ол махаббат емес дейді, мысалы. Біреу үшін ол махаббат, мысалы. Гүл сыйлау ол махаббатқа жатпайды дейді. Ал біреу оны махаббат деп есептейді. Сол секілді көптеген нелер бар. Тізім бар да енді. Оның бәрін айта берсек, ол ұзаққа созылып кетеді. Ақыр аяғында махаббат не екенін түсіндіре бастайды, жаңағы анықтамада. Махаббат ол сізге жаман бір жағдайда болған кезде сізді құшақтап, сізді түсінетін адам дейді да, сол кезде махаббат дейді. Енді біраз сипаттамалар бар. Сол секілді, достар, енді әділеттіліктің де өзінің сипаттамасы бар. Әділеттік деген не? Өзіңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса, бейнежазбаның бетіндегі біздің WhatsApp нөмірімізге хабарласып жазыңыздар. Және де қандай ақпараттар сіздерді қызықтырады, ол жайлы жазып кетсеңіздер болады. Сонымен енді біз әділеттілік маңыздылығын талқыладық. Оны қалай дамыту керектігі туралы сөйлесейік, достар. Біріншіден, білім және ақпараттандыру. Қоғамдағы әділеттіліктің қалай жұмыс істейтінін жақсы түсіну үшін заңдарды, құқықтар мен міндеттерді зерттеңіз. Екіншіден, белсенді қатысу. Қауымдастықтағы әділеттілікті жақсартуға бағытталған қоғамдық істерге, еріктілер жобаларына және азаматтық бастамаларға қатысыңыз. Үшіншіден, теңдікті қолдау. Нәсіліне, жынысына, дініне немесе әлеуметтік мәртебесіне қарамастан барлық адамдар үшін тек құқықтар мен мүмкіндіктерді сақтаңыз. Бір-біріңізді сыйлаңыздар, түсініңіздер. Төртіншіден, қателерді тану және түзету. Егер сіз әділетсіздікті байқасаңыз, оны мойындаудан қорықпаңыз және оны түзетуге тырысыңыз. Бұл жеке қарым-қатынаста да, қоғамда да, өмірде де болуы мүмкін. Адамдар кейде өзіне бір нәрсе айтқан кезде оны жаман қарайды. Егер де сен осылай істедің дұрыс болады деген кезде адамдар оны қабылдамайды, өкінішке орай. Кейбіреулер қабылдап жақсы жаққа өзгеруге тырысады. Сізге біреу осындай айтса, сен әділетсізсің. Негізінде жақсы адамсың, бірақ кішкене әділеттігің болса, жақсы болар еді деп. Адамгершілікті көрсетсең, тіпті жақсы болып кетер деп. Ондай біреу айтса, оны қабылдаңыз. Оны жақын адамыңыздан, болмаса біреудің естіген дұрыс, кейін ол жаман жағынан айналып кетпеу үшін. Қорытындылай келсек, достар, әділдік бұл тәртіпті, құрмет пен теңдікті сақтауға көмектесетін үйлесімді қоғамның негізі. Әділеттілік сезімін дамыта отырып, біз әлемді бәріне жақсырақ ете аламыз. Бүгін бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет, достар. Келесі бөлімде біз тағы маңызды адамгершілік тақырыптарды талқылаймыз. Олар жібермеу үшін бізбен бірге болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лүпілді, сондағы лайкты басуды да ұмытпаңыздар. Келесі жолға дейін сау саламатта болыңыздар. Аманшылықта кездесейік.